Сәлем барлықтарыңызға. Рецепті бір жасағаннан 100% ұқсап шығатын панкейкі жасайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ыдыс алдымен жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаның үстінен шекер салып, шекер ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Мен дәл осы рецептпен жасаған кезде молынан жасадым. Сол үшін 2 жұмыртқа салдым. Егер шағын қылып жасайтын болсаңыздар, 1 жұмыртқаның өзі жеткілікті. Оның үстіне сүт құямыз. Сүттің үстінен ертіп алған сары майды құйып жақсылап араластырып алған соң, ұнды аздап салып отырып араластырып, сосын ұн салған соң үстіне 1 шай қасықта разрыхлитель қопсытқыш салдым. Қопсытқыштың орнын ас содасымен ауыстыруға болады, бірақтан үксізбен жақсылап өлтіріп аласыздар. Осылайша ұнды бірден салып жібермей, осындай массаға келгенге дейін араластырып дайындап аламыз. Байқап отырсаңыздар, қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес. Мінекей, құйылуы осындай. Қызып тұрған табаға орташа отта пісіріп аласыздар. Табаны майламаңыздар. Табаны майламаймыз. Міне, бірінші жағы піскендігін осылай байқасаңыздар болады. Беті осылай шариктер шығып, ол тесіліп осылай болады. Осындай көріністе. Осылайша бірінен кейін бірін пісіріп алыңыздар. Рецепт өте қарапайым, өте дәмді. Тіске басардың бірі. Таңғы асқа дайындасаңыздар, өздеріңіз қалағандай. Қасына қаймақ, сгущенка, медпен балапандарыңызға берсеңіздер, өте сүйіп жейтін панкейкілердің бірі. Рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Ас болсын.